Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. Пәннен 2-тоқсанға арналған тжб. Қатты денелер кристалдық торына қарай үшке бөлінеді. Төменде қатты денелердің кристалдық торлары көрсетілген. Қатты заттардың түрін жазыңыз дейді. Мынау ең бірінші зат, ол бізде аморф дене. Мынау бізде полимер деп аталады, екіншісі, ал мынау үшіншісі бізде кристалл деп аталады. Ал енді кристалдардың физикалық қасиеттерін атаңыз дейді. Ол пішіні мен көлемін сақтайды. Келесі, термодинамиканың бірінші заңын тұжырымдаңыз. Жүйеге берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмысына жұмсалады. Яғни формасы Q тең болады. Жүйеге берілген жылу дельтау ішкі энергияның өзгерісі қосылған мынау сыртқы күштердің қарсы атқарылатын жұмысы. Бірінші текті мән қозғалтқыш болмайды. Термодинамиканың қай заңы дәлелдейді? Ол бізде термодинамиканың бірінші заңы. Жылу қозғалтқыштарының жұмыс істеу принципін схема түрінде көрсетіңіз және сипаттаңыз дейді. Мынау бізде қыздырғыш, Т1 қыздырғыштан қандай да бір Q1 жылу мөлшері беріледі. Ол жұмыстық денеге өтеді. Одан кейін жұмыстық дене арқылы мынау тоңазытқыш. Енді тоңазытқышқа бізде Q2 жылу мөлшері өтеді. Ал енді жұмыстық денедегі жұмыс мынаған тең болады формуласы Q1 минус Q2-ге. Келесі. Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын атаңыз және үшінші қағиданы дәлелдейтін мысалды келтіріңіз. Бізде зат бөлшектерден тұрады, бөлшектер ретсіз қозғалады және де бөлшектер бір-бірімен әрекеттеседі. Оған мысал ретінде жұғу, жабысу құбылыстарын және де тағы да басқа құбылыстар келтіруге болады. Білім алушы қатты денелер, сұйықтар және газдар туралы кейбір тұжырымдар жазды. Қатты денелер қатты болады, өйткені олардың молекулалары тербеліс жасайды. Бұл бізде қате тұжырым. Сұйықтар ағады, өйткені олардың молекулалары газ молекулаларына қарағанда жақын орналасқан. Бұл бізде қате тұжырым. Ал енді газдардың сұйыққа қарағанда тығыздығы азырақ, өйткені газ молекулалары ретсіз қозғалады. Мынау дұрыс болады. Енді үшінші тұжырым дұрыс, себебі газ берілген көлемді толық алады, молекулаларының концентрациясы аз болады. Келесі, суретте массасы тұрақты идеал газ күйінің өзгеріс график көрсетілген. Газ қысымы қалай өзгереді? Бұл жерде бізде қысым артады. Ал енді газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы қай күйде минималды болады? Бізде орташа квадраттық жылдамдықтың формасы V тең 3R-T бөлінген M, яғни молярлық масса. Сонда температура қайсысында аз болса, сол жерде орташа квадраттық жылдамдық аз болады. Себебі мына екеуі бір-біріне көріп тұрсыздар, тура пропорционал. Температура мен жылдамдық. Ол бізде мынау бірінші күйде, себебі бұл жердегі температура аз. Сұйықтың еркін бетінің қисықтығы мениск деп аталады. Төмендегі суретте неліктен сұйықтар беті екі түрлі менискте көрсетеді? Жұғу құбылысын сипаттаңыз. А. Ыдыста сұйық ыдыс қабырғасына жұғып тұр, ал В ыдыста сұйық ыдыс қабырғасына жұқпайды. 8. Монокристалдардан тұратын көпті қыздыру арқылы параллелепипедке айналдыруға болады. Неліктен бұл мүмкін? Монокристалдардан тұратын дене анизотропты, қыздыру кезінде жылулық ұлғаюы әртүрлі дәрежеде болады. Сондықтан ол параллелепипедке айналуы мүмкін. Келесі, суретте массасы тұрақты болатын идеал газ қысымының температураға тәуелді график берілген. Бірде екінші бөлікке сәйкес келетін графикке сипаттама беріңіз. Ол бізде изобаралық қыздыру болады. Неге? Себебі мынау қысымға перпендикуляр тұр. Қысым тұрақты болған екен, ол жерде изобара болады. Ал қыздыру дегеніміз температура артып жатыр. Бірден екінші өткенде температура артты, сол себепті изобаралық қыздыру. Ал енді 4-тен 1 бөлігіне сәйкес келетін графикке сипаттама беріңіз. Ол бізде 4-тен 1. Бізде изохоралық процесс болады. Изохоралық салқындау, себебі температура түсіп жатыр. Газ молекуласы концентрациясы тұрақты болып қалатын бөлікті көрсетіңіз. Ол 2-мен 3 және де 4-пен 1. Келесі, 10 моль бір атомды идеал газының алдымен қысымын 3 есе азайтса, 10 моль бір атомды идеал газды алдымен қысымын 3 есе азайта отырып салқындатты. Сосын 300 кельвин бастапқы температураға дейін қыздырды. Газ қай бөлікте жұмыс атқарады? Бізде газ 2-мен 3 бөлікте жұмыс атқарады. Екінші нүктеде газ температурасы қаншаға өзгереді? Мынау 1-мен 2-ні алатын болсақ, бұл жерде бізде міне көлемге перпендикуляр, значит изохора болады. Бұның бізде теңдеуі P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2-ге. Осы жерден T2 температураны табатын болсақ, ол
P2 T1 бөлінген P1 болады. Біздегі P2 деп отқанымыз ол P1 бөлінген 3 көбейтілген T1 деп отқанымыз 300, ал біздегі мына жерде P1 өзі сол күйінде тұрады. Сонда P1 мен P1 қысқарады. 300-ді 3-ке бөлетін болсақ, ол бізде 100 кельвин болады. Температурасы екінші нүктеде 100 кельвин. Так, кеттік келесі. Поршені бар ыдыстың ішінде қанықпаған бу бар. Оны қаныққан күйге келтіру үшін не істеу керек екен? Төменде ұсынылған жауаптар ішінен таңдаңыз, және себебін түсіндіріңіз. Бізде оны будың көлемін азайту керек. Мынау жауап дұрыс болады. Кеттік келесі. Суретте ылғалды ауасы бар екі ыдыс көрсетілген. Суретте көрсетілген мәліметтерді пайдаланып, әр ыдыстағы су буының массасын және олардың массаларының қатынасын анықтаңыз дейді. Енді бізде негізінен мынау фи дегеніміз салыстырмалы ылғалдылықтың формуласы, ол P бөлінген P қаныққан, яғни біздің жағдайда ол P нолевой көбейтілген 100% болады. Енді осы жерде мен бірінші жағдай үшін есептейтін болсам, онда фи1 тең болады P1 бөлінген P0 көбейтілген 100%. Енді 100-ді бөлу өткізетін болсақ, мына жерде 0,4 тең болады P1. P0 деп отқанымыз ол 5-6 көбейту 3 дәрежесі. Сонда P1 қысымымыз бізде 5-6 көбейту 3 көбейтілген 0,4. Енді осыны есептейміз. 2-24 көбейту 3 дәрежесі паскаль болады. Ал енді ары қарай біз масса 1-ді есептейтін болсақ, біз Менделеев Клапейрон теңдеуін қолданамыз. P1 V1 тең болады M1 бөлінген μ R T1 болады. Осы жерден масса 1-ді табатын болсақ, ол бізде P1 V1 M бөлінген R T1 болады. Біздегі P1 деп жатқанымыз, ол тапқанымыз 2-24 3 дәрежесі көбейтілген V1 деп жатқанымыз 2-3 М деп отқанымыз ауаның малярлық массасы 29 көбейту 3 бөлінген R деп отқанымыз ол 8-31, ал T1 деп отқанымыз 308 болады. 3 пен 3 қысқарады. Енді осыны ары қарай есептейміз. 5 көбейту 5 дәрежесі килограмм болады екен. Дәл солай екінші үшін есептейміз енді. Бізде екіншісінде фи2 тең болады P2 бөлінген P0 көбейтілген 100%. Бұл жерден де біз P2-ні есептейтін болсақ, 5-6 көбейту 3-ті біз 0,5-ке көбейтеміз. 2-8 көбейту 3 дәрежесі паскаль болады екен. Дәл солай мен масса 2-ні есептейтін болсам, ол менде P2 V2 M бөлінген RT2 болады. Біздегі P2 деп отқанымыз 2-8 3-ті көбейтемін мен V2-ге. Мендегі V2 деп отқаным 4 көбейту 3, ал масса деп отқанымыз, яғни малярлық масса 29 көбейту 3, оны бөлеміз 8-31 көбейтілген T2 308-ге. Енді осыны есептейміз. Мына жерде 3 пен 3 кетеді. 0,13 көбейту 3 дәрежесі килограмм болады. Енді масса 2-нің масса 1-ге қатынасын есептеу керек. 0,13 3-ті бөлемін 5 5-ке. 2-6 болады екен. Видео сабағы аяқталды. Егер видео сабағы ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жасын басып қой. Видео сабақты достарыңа тарат.